машалла біз гостиницадан шығып Бухари деген ресторанды, кафені іздеп жүргенбіз ғой. Бухари деген өз біздің тамаққа ұқсайды, осындай дәжажа дейді, мына тауықта кәдімгі күлді қақтап пісіреді. Соны іздеп жүріп, 1 сағат Google-ға терген кезде 1 сағат жүресіңдер деген, сөйтсе жолдың бойында бір жерде бар екен, бір 15 минут өткеннен кейін оң жағынан қарасақ, мына жақта Бухари бар екен. Біз енді турист ретінде Google-ға салып іздейміз ғой. Сол себепті егерде сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға, егерде Алматыда басқа бір қалаларда өздеріңіздің кафелеріңіз болса, міндетті түрде Google-ға енгізіңіздер, өйткені туристер ең бірінші олар білмейді ғой қаланы. Біз сияқты Google-ға теріп іздейді. Енді Google-да болмаса, сіздің рестораныңыздан шетелдік адам өтіп кетеді деген сөз. Сол себепті Google-ға теріңіздер. Міне, пияз, лимон, лайм, біздің әйгілі миринда, сосын тауық и күріш. Бісмилля чекен. Осы бағанадан бері осыны іздеп келіп. Кеше, қазір сағат қанша болды? Қазір сағат 5 болып қалды. Біз кешеден бері кешке ғана тамақ іштік, одан кейін тамақ ішкенбіз. Ой, мына ыстық қой. Қалай жейміз, бісмилля. Қолмен жейміз енді. Қазақшалап, арабшалап. Мына күшті тамақ. Астығына. Енді мынаның дәмін айта алмаймыз. Өте дәмді. Мынаны аласыз. Мына ашты соустары. Себесіз. Қоясыз. Сосын дейді. Араластырасыз. И ауызға саласыз. Вау! Машалла. Бухари деген кафені іздесеңіз, жалпы араб елінде Бухари іздесеңіз, кафелерді барлық жерде бар, именно Бухари. Тамақтар күшті. И қол жетімді еще, қымбат емес. Примерно 4000 теңгеге 2 адам жетеді, тояды. Сатушылары қазақша түсінеді. Қазақша сөйлей беріңіз, орысша ғажа қоспаңыз. Біз тек қана қазақша сөйлейік, жаңа заказ бергенде. Машалла. Я жейді. Ауыз сасайды, жейміз. И все это запиваем мириндой. Тамақ ішіп шықтық. Мына жақта мысық көп деп еді ғой, қараңыздар, қанша көп. Мына жерде қанша 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 мысық. 30. Машалла. Ровно 30 мысық қой. Вот так. 30 мысық қой. Енді харамға енді Меккедегі Әл-Харам мешітіне қағбаға барамыз иншалла. Сол жаққа барып, ақшам құптан намазын оқып, үйдегі заказдар бар. Соны барып алып иншалла. Намаз оқып келейік.